Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен Бека Төлеу. Бүгін менің YouTube арнамдағы книжный құрт айдарының нөмір 4-ші шығарылымы. Нақтырақ айтқанда мен бұл видеода Шыразаддин Каниязовтың «Фокус. Артық нәрседен арылу өнері» кітабына обзор жасайтын боламын. Ендеше уақыт жоғалтпайық, бастайық. Бұл кітап «Фокус. Таңдау күші, талантыңды таны және болмыс күші» деген тараулардан тұрады. Енді әр тараудағы ақпаратқа қысқаша тезісті түрде тоқталып өтсем. Ең алғашқы тарау фокус тарауы. Мұнда зейін дегеніміз не? Біз не үшін зейін қоя білуіміз керек деген сұрақтардың жауаптары келтіріліп, қазіргі заманда ақпараттық кеңістіктегі барлық мәліметтер адам баласының зейінін аулауға бағытталғаны туралы айтылады. Яғни сонымен қатар бұл жерде жинақы зейіннің физикалық және рухани алғышарттары келтірілген. Яғни кіріспе ақпарат осы фокус деген тарауда. Келесі ол таңдау күші тарауы. Мұнда 10.000 сағат туралы өтірік жайлы ақпарат келтірілген. Яғни көп адамдар интернеттен басқа да ақпарат көздерінен белгілі бір істі өте жоғары дәрежеде атқару үшін, яғни эксперт деңгейіне жету үшін сол іспен 10.000 сағат бойы айналысу керек деген мәліметті өздеріне қабылдап алған. Бірақ бұл ақпарат кішкентай нюанстың арқасында ғана дұрыс жүзеге асырылады. Яғни адам өзі зейін қоймаған ісімен 10.000 сағат бойы айналысса, онда ешқандай пайда болмайды. Яғни адам зейін қоя білу арқылы өзіне ұнайтын қызметті, әрекетті 10.000 сағат бойы жасаса, сол кезде ғана ол белгілі бір шебер, эксперт дәрежесіне жете алады. Ендігәрі таңдау күші тарауында шұғыл іс пен маңызды іс деген тақырыпша бар. Бұл жерде осы екі ұғымның ара жігін ажырата білуіміз керек. Яғни бұл не деген сөз? Бұл шұғыл іс пен маңызды іс. Егер маңызды іс болса, ол іс сіз өзіңіз жасай аласыз және басқа адамдарға сеніп тапсыруыңыз ешқандай шарт емес. Яғни өзіңіз жасайсыз және ол уақыт жағынан дедлайны белгіленген іс болып табылады. Ал егер өзіңіздің уақытыңыз жетпей жатса, бірақ ол іс маңызды бола тұра және ол істі сіз басқалар менен жақсы істейді деген көзқарасыңыз болса, онда ол іс шұғыл іс болады. Яғни орысша айтқанда өз жұмыстарыңызды басқа эксперт адамдарға, басқа сала мамандарына бөліп жүктеңіз, яғни қарапайым делегирование. Таңдау күші тарауында өз зейініңізді қорғаңыз деген тақырыпша бар. Бұл жерде қарапайым кесте мысалында әр атқаратын істі жеке категорияға бөліп жазу, бөліп атқару аспектісі келтірілген. Яғни мазамды алады, басқара алмаймын, мазамды алады, басқара аламын, қуантады, басқара алмаймын, қуантады, басқара аламын. Яғни осы 4 категорияға өзіңіздің күнделікті жасайтын іс-әрекеттеріңізді бөліп жіктеп жазып қойсаңыз болады. Ендігі келесі кезекте бізде 3-ші тарау, айтып өткендей атауын талантыңды таны. Яғни бұл жерде әр адам өзінің бойындағы таланты бар екендігін және өзінің мықты тұсы қай жақ екендігін білем деп ойлайды. Бірақ негізіне келетін болсақ, адамда тек бойында бір ғана талант емес, бірнеше таланттың ұштасуы мүмкін. Таланттар ұштасуы мүмкін. Яғни бұл не деген сөз? Мәселен, кейбір адамдар математикаға бейім болуы мүмкін, бірақ адамдармен де жақсы қарым-қатынас орната алуы мүмкін. Бірақ ол адамның ойында мен тек математикаға бейім, математикаға талантым бар деген ой қалыптасады. Бірақ ол ой қате, себебі талант тек біреу ғана болмайды, ол бірнеше таланттардың үйлесімі деп келтірілген. Соған орай халықаралық зерттеулер жүргізілген. Нақтырақ айтқанда Америка құрама штаттарының психолог зерттеуші мамандарымен. Және олар Clifton Strength Finder деген тест құрастырған. Яғни ол тесттің толық нұсқасында сол тестті орындау арқылы 177 сұраққа нақты жауап беру арқылы сіз өзіңіздің бойындағы 34 талант келтірілген, сол 34 таланттың қайсылары сіздің бойыңызда бар екендігін анықтай аласыз. Ал болмыс күші тарауына келетін болсақ, онда мынадай формула келтірілген. Талант қосу инвестиция тең мықты тұс. Яғни талант деген ол сіздің бойыңыздағы Құдай берген өзіңіздің қабілеттеріңіз, қасиеттеріңіз. Қосу инвестиция дегеніміз ол күнделікті әрекет жасауыңыз, яғни өзіңізге білім жинақтауыңыз, өзіңіздің шеберлігіңізді арттыруыңыз,
соның барлығы біздің бойымыздағы мықты тұстың көрінісіне алып келеді. Яғни, былайша айтқанда ол нәтиже, әрекет ету тәсілі шығады сізде. Яғни, бұл кітапта таланттың 34 түрі келтірілген деп айттым. Сол әрбір таланттың ағылшынша атаулар мен қазақша атаулар келтірілген, әрбір таланттың сипаттамасы, сол әрбір талант иесі шын өмірде қалай өз мінез құлқымен көрінеді, және сол талант иесімен жұмыс істейтін адамдарға кеңестер жазылған. Тағы да бір айта кететін ақпарат, ол өзіңіздің бойыңыздағы осал тұстарыңызды, әлсіз қабілеттеріңізді дамытудың орнына, сіз өзіңіздің күшті жақтарыңызды дамытуға зейін қоя білуіңіз керек. Ал осал тұстарыңызды сіз басқа адамдардың мықты тұстары, мысалы үшін сіздің осал тұсыңыз болуы мүмкін. Сол себепті өзіңіздің әлсіз жақтарыңызға көп уақыт кетіріп зейін қоймауыңыз керек. Енді кітап соңында қарап отырсақ, мазмұны келтірген. Сол кітап соңында адамдардың осы кітапты оқу барысында туындайтын сұрақтары және кітап туралы қорытынды сөз, түйінді ой және зейінді жақсартуға көмектесетін жаттығулар келтірілген. Егер де осы кітапты сатып алғыларыңыз келсе, Каспий магазинінен іздеп көріңіз, Шыразадин Каниязов «Фокус» деп. Мен осы кітапты нақтырақ айтқанда 4000 теңгеге алдым. Каспий доставкамен маған маусым айының соңында келді. Осы кітапты мен шыны керек бір деммен 2-3 күн ішінде оқып шықтым деп айтсам болады. Сонымен достар, бұл видео өз мәресіне жетті. Егер видеода айтылған ақпарат пайдалы болса, лайк басып, астыға комментарийға өзіңіздің пікіріңізді жаза кетсеңіз болады. Менің басқа да видеоларымды көріңіздер. Бұл видеоны поделиться кнопкасы арқылы барлық WhatsApp чаттарға, Instagram парақшаларға таратыңыз. Сол арқылы сіз менің YouTube арнамның дамуына бірден-бір себепкер боласыз. Алтын уақыттарыңызды бөліп, бұл видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.